жұмсалған болады дегенде қыздардан естіп келгенмін. Өзім жұмыс жасаймын, соны тастап осы үлпопитмен ғой 2013-тен бастап осыны ішкенмін. 18. Содан мен өзім миома болған, бір жағымда киста болған. Осы жерде болмаймын врачына барғанда маған сіз операцияға түсесіз, экстренный болмайды, алу керек деп маған сөйтті. Содан мен ол операциядан отказ беріп, осы бөлімде маған осы өзім бір подружкам предлагать еткен, мен тараздан бұны алып жүргенмін, ішіп жүргенмін осы бальзамды. Содан 6 айда мен УЗИға барып түссем, уже менің кистам да жоқ, миомам да жоқ. Қайда дейді? Мен қайда дейді? Керемет. Сонда 6 айдың ішінде осы нәрсе жоқ болып кеткеннен кейін мен содан кейін бұған уже жаңағы алып ішіп жүргенмін. Сонымен сол келіншегім бір шетелге ме бір жаққа кетіп қалды да, мен содан общем не болып кетті, арамыз үзіліп кетті да, содан тоқтап қалдым, мен алмай қалдым. Содан бағана қыздардан естіп алып, ойбай мен осыны барайын, көрейін, уже біраз тоқтап қалды ғой. Алып ішейік, енді қайдадан жалғастырайық. Енді өзімнің жаңа жолдасым давлениесі көтеріп қайта-қайта ауыра береді, простатиті бар, давлениесі бар, тізесі ауырады, өзім шешем бар, жаңа ауыратын, тіземнен ауырады, асқазаным ауырады дейді. Соған өшірге осы бальзамды қайдадан ішуге, қайдадан соны уже неге алу керек, қолға алу керек, негізінде жақсы көрген екен. Жаңағы қызыңыз айтпақшы, көп елдер жамандайды дейді, енді оны алып ішпегеніне білмейді ғой. Қағанда көп адам айтатын, қойшы ешқандай результаты жоқ деп. Енді намек өзімді шындығында действительно жаңа қыз айтпақшы, жақсы мақтап отыр негізінде. Осыны действительно өзіміз алып ішкенбіз. Енді осыны тоқтап қалғанымда бір 3-4 жыл болып қалмайды. Жағынан шыққан. Осыған ұқсайтын. Негізінде жақсы білмейді. Енді көбінесе адам өзі ішкеннен кейін біледі да, ішпегеннен не осы майда береді, анау жаман, мынау жаман деп. Бірақ жақсы маған осы результат берді. 6 айдың ішінде мен кистамен миомам жоқ болып кетті, мен таң қалдым. Қайда кетіп қалды?